қасында өтіп кеттім мен сұрақ ұйықтамайсың ба дейді. Мен короче бір рилс алайын деп жатырмын. И ол рилста мен бір нәрселер көрсетемін да сізге, соны мен мына жақта короче жасап жатырмын ноутбукта. Мынау менде менің канвам ғой. Короче мен осындай канвада бұрында көп не жасайтын тұғым. Дизайн жасайтын, мысалы Гипстрой Атырау дегенге мен осындай дизайн жасап беретін тұғым. Олардың рекламаларына, баннерларына осындай ақшаға жасайтын тұғым. Потом өзімнің резюмемді жасағам. Резюмемді көрсетейін ба? Менің осы резюмемді көріп, білесің ба, Түркістан облыстық. Не дейді мынау маған? Түркістан облыстық неден қазір айтамын. Мынау мен аккаунтым емес қой. Бәсе. Түркістан облыстық акимат бар ғой, вот сондайдан менің нем резюмемді түрімді көрмей бастық қабылдай салған ғой. Примерно білген ғой, мен пысық екенін деп өзіңе. Projects. Ну, еще ағылшынша канва. Перевести можно, но чуть не выкидем. Блин, бұрынғы кездерім кейде қызық кетсем. Андай болады да. Адель, қай блогта тұрасың? Жандарым уже білмағансыздар ма? Мен бұрынандай көбірек қайтсам ба, творческий адам болғамда. И мен даже қазір өзім дизайндарымды қараймын ғой. Мен таңғаламнан мен қалай жасағам. Настолько андай қиялым шексіз болғанда, хотя ол кезде мысалы ChatGPT болмаған, Pinterest'те де мысалы материал аз болатын. Білмеймін, идея қайдан келген деген сияқты. Instagram Reels ондай прям күшті емес тұғын. Даже SMM деген сөз жоқ болатын да бұрын. Мен прям таңғалам, қалай мен басым жасағам осындай нәрселерді қалай жақсы көріп, прям с душой істегем деп. Мен бұрын мектептегі орамал суреттерім жүрген яқта. Мен ноутбугым ғой. Бірақ осы ноутбукты алғаным оқығаным. Мамам сестрам екеуі алып берген ғой маған. Төлеп ше. Ол кездегі бағамен. Мен қай кезде студентпін? 2018-ден бастап студентпін. 2019-дан бастап менде бар ноутбук. Сол кезде 500 бірдеңе мың алып берген. Там мышка бірдеңе сондай мен. Но Аллаға сансыз шүкір етем, мен осы нәрсені 2-3 есе істегем. Талай проекттер жасағам, ғылыми жоба жасағам. Мен еще журналистердің арасында ғылыми жобадан мен республиканскийға өткем. Еще тағы пайдасы тигеніне қуаным. Дипломный работа жазамыз еще. Дипломный работа жазып, 100 деген бал алғанбыз. 40 бет өзім жазғанбыз интернеттен алмай. Жүрек көрсетіңіз дейді. Какой? Куда говорят спать? Вот, орамалға кіргеніңізге қанша уақыт болды, ешкім қарсы болмады ма дейді. Типа мама айтты, жаным сағым қалдық па дейді. Мен де сіздерді жақсы көремін. Мама айтты, типа, ты точно уверена деген сияқты ше.